Баршаңызға сәлем. Бүгін майонезден керемет дәмді болып шығатын пирог дайындаймыз. Ол үшін бізге бір майонез, 3 жұмыртқа, 1 кесе шекер және разрыхитель, сосын еленген ұн қажет. Енді ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Аздап араластырып жібереміз. Осының үстіне 1 кесе шекер салып, жақсылап араластырып, әппақ болып көпіршігенше араластырамыз. Қасықтың, вилканың көмегімен араластырсаңыздар да болады, миксердің қажеті жоқ. Міне әппақ болып көпіршіп жатыр. Енді осының үстіне орташа ыдыстағы майонез саламыз. Бір майонез толық салып шығамыз. Бұны да жақсылап араластырып аламыз, біркелкі етіп. Енді осының үстіне разрыхитель саламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Разрыхитель салғаннан кейін көпіршиді. Міне көпіршіп көлемі үлкейіп жатыр. Енді осының үстіне алдын ала елеп алған ұнымызды қажетті мөлшерде саламыз. Көз мөлшермен саламыз. Бірден көп салмаңыздар, қатты қою болып кетпесін. Қамырдың қоюлығы қаймақтың қоюлығындай болу қажет. Міне дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қоюлығы осындай болу қажет. Пешті алдын ала қыздырып қоясыздар. Енді пергамент қағазы төселген тапамызға дайын болған қамырды құямыз. Және де қасықпен бір тегіс етіп жайып шығамыз. Міне қамыр дайын болды. Енді алдын ала қызып тұрған пешке 160 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Пирогымыз пісті. Осындай әдемі пирог болып шығады. Ешқандай да шикі болып қалмайды. Арасы қуыс-қуыс болып, жұп-жұмсақ болып піседі. Енді өзіңіздің қалаған формаңызда кесуге болады. Кесілуі де өте оңай. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай өте оңай кесіледі. Пирог жұп-жұмсақ болып үгітіліп тұр. Осы пирогтың ортасына қалаған кремді жағатын болсаңыз, әдемі торт болып шығады. Видеоның соңына дейін көріп, осы рецептпен дайындап жатқан болсаңыздар, және де ұнаған болса, міндетті түрде комментарий жазыңыздар. Комментарий біз үшін маңызды. Және де каналға тіркеліп алыңыздар. Күнде жаңа рецепттер салынып жатыр. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бұл ешқандай да күтімді қажет етпейтін, өте оңай дайындалатын қарапайым пирог. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып шықты. Және де бір майонезден осындай үлкен пирог шығады.
Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.